Hi everyone. Бүгін біз participle, gerund және infinitivті талдайтын боламыз. Бұлар ағылшын тілінде verbals деп аталады. Яғни етістіктің есім сөздерге ұқсас белгілері бар түрі. Яғни ол дегеніміз бұлардың негізі етістіктен жасалса да, сөйлемнің барысында ол басқа қызметті атқарады. Кейбірде зат есімнің, кейбірде үстеудің, кейбірде сын есімнің қызметін атқарып кетеді. Бізде gerund, герунди, яғни бұл етістік болса да, етістікке ing жалғану арқылы сөйлемнің зат есімнің рөлін атқарып кетеді. Мысалға қарайтын болсақ, Strauss finished ing жалғану арқылы жасалады дедік. Бұл оңай. Strauss finished writing 2 of his published compositions before his 10th birthday. Яғни Strauss finished нені бітірді? Жазуды бітірді. Сондықтан бұл жерде зат есімнің рөлін атқарып кетеді. Екіншісінде I can remember, мен есіме түсіре алдым нені? Voices in the middle of the night. Hearing voices in the middle of the night. Мен не есіміне түсіп кетті? Дауысты естіген есіне түсіп кетті. Сондықтан екіншісі дұрыс варианты C болады. Үшіншісі It is worse, енді бұл жерде бірден түсінікті, remembering болады, that the Irish were given a vote and enlargement. It is worse деген бұл тұрарлық дейді. Не тұрарлық? Еске түсіру тұрарлық. Сондықтан remembering болады. Төртіншісі I remember you letter. Мен саған хат жазғаным есімде. Не есімде? Хат жазғаным есімде. I remember posting you your letter. Сондықтан төртіншісінің дұрыс варианты E болады. Бесіншісі Would you mind closing the door болады. Бесіншісінің дұрыс варианты бұл жерде C. Would you mind деген бұл жерде қарсы емессің ба дейді. Неге қарсы емессің ба? Есікті жауып жіберуге қарсы емессіз бе деген мағынада. Алтыншысы Thank you for рахмет. Не үшін рахмет? Неге рахмет? For helping me. Көмектескеніңе рахмет. Сондықтан алтының дұрыс варианты A болады. Жетіншісі She couldn't help smiling. Енді бұл жерде де білу керек нәрсе She couldn't help деген бұл тоқтай алмады деген мағынада. Нені тоқтата алмады? Күлкісін тоқтата алмады. She couldn't help smiling. Жетіншісі C болады. Және сегізіншісі I remember hearing this song in my childhood. Не есімде? Естігенім есімде. Еститінбіз, сол нәрсе менің есімде. Яғни gerund көбінесе сөйлемде зат есімнің рөлін атқарады. Infinitive. Infinitive бұл да етістік арқылы жасалады, алдына to қосылу арқылы. Яғни негізі infinitive деген бұл сөздің бастапқы формасы деген сөз. Бұл да көбінесе сөйлемде зат есімнің рөлін атқарады. Noun, Енді мысалдардан көрейік. There are plans. Қалай жасалынады дедік? To қою арқылы етістіктің алдына. There are plans to extend a lottery system for school places. Бұл жерде пландар бар. Қандай пландар бар? To extend a lottery system. Лотерея системасын кеңейтетін. Сондықтан бұл жердегі бір дұрыс варианты B болады. Екіншісі I didn't know how варианттардан қараймыз. Бірден E варианты көзге түседі. I didn't know how to tell them the truth. Мен білмедім. Нені білмедім? Не білмедісіз? Қалай айту кереккен білмеді. How to tell them. Үшіншісі I regret to leave school at 14. It was a big mistake. Мен өкінемін. Неге өкінесіз? Кеткеніңізге. Мектептен 14 жаста кеткеніңе өкінемін. Төртіншісі I can't go out now. I'm waiting for my son to come. Төртіншісі A болады. Мен күтіп тұрмын. Нені күтіп тұрмын? Мен баламның келгенін күтіп тұрмын. I'm waiting for my son to come. Төртіншісі A болады. Бесіншісі Choose the equivalent sentence to the following one. Use the right form of the infinitive. Tina and Brian are getting married. Тура осыған сәйкес келетін, тура осында мағынада жазылған сөйлемді табу керек. Tina and Brian are getting married. Tina мен Brian үйленіп жатыр. Яғни бұл жердегі варианттарға қарайтын болсақ,
Біріншісінде Ada, Tina and Brian have decided to getting married. Енді бұл жерде аударып келтіре алмаймыз. Дұрыс варианты C болады, иә. Tina and Brian have decided to get married. Олар шешті, нені шешті? Үйленуге шешті. Үйленеміз деп шешті. Алтыншысы. But there was nobody now to wait for. Алтыншысының дұрыс варианты E болады. Енді ол жерде ешкім күтіп тұрған ешкім болмады. Кім болмады? Күтіп тұрған ешкім болмады. Жетіншісі. Simon and Garfunkel are considered to have never been fashionable. Олар ешқашан бір сондай сәнқой болып саналмаған деген мағынада. Қандай болып саналмаған? Сәнқой болып саналмаған. Яғни етістікке қатысы жоқ бұл жерде. Сегізіншісі. Nobody offered to help when I was in trouble. Ешкім маған көмегін ұсынбады. Нені ұсынбады? Көмек ұсынбады. When I was in trouble. Мен бір проблемам болған кезде. Және тоғызыншысы. I tried to tell you that you were not right, but you didn't listen. Мен саған, tired емес, tried болды. Мен тырыстым. Неге тырыстыз? Айтуға тырыстыз. Мен айтуға тырыстым. I tried to tell you that you were not right. Сен дұрыс емес екенін айтуға тырыстым, бірақ сен мені тыңдамадың деген мағынада. Participle бұл осы шақта және өткен шақтағысы бар, иә. Осы шақтағысы ing арқылы жасалынады, өткен шақтасы ed'дің жалғану арқылы жасалынады көбінесе. Сонымен кеттік. Бірінші мысал. We began to talk, but my attention by my surroundings, I took small notice of him. Енді бұл жерде бірден дұрыс вариантына қарайтын болсақ, біріншісінің дұрыс варианты A болады. My attention being distracted by my surroundings. Яғни distract деген бұл ауытқып кету, ауып кету. Менің назарым айналама ауытып кетіп, ары-қаратай оны байқап қалдым дейді. Яғни but my attention being distracted by my surroundings. Мен көңілім ауып кеткеннен кейін, қай кезде или қандай кезде деген мысалы сондай сөйлемнің қызметін атқарып кетеді, ары-қаратай сөйлемді жалғастырып кетіп жатыр. Біріншісі біраз қиындау, келесі мысалдардан көрсетем. Екіншісінде having worked, екіншісі B болды. Having worked in the company for many years, he knew everyone and everything. Енді бұл жерде қарасаңыздар, having worked деу арқылы қалай деген сұраққа жауап береді. Жұмыс істеу арқылы компанияда көп жыл жұмыс істеп, қалай компанияда көп жыл жұмыс істеп, ол барлығын және барлық нәрсені біледі. Үшіншісі, бұл жерде де бірден жаңа айттым, ing-мен жасалынады деп, being the child of poor people, he went to bed hungry. Ол будучи сыном деп айтады ғой. Кішкентай бұл бала кедей адамдардың баласы болғандықтан, бола тұра, ол төсегіне аш болып барды. Ұйықтады деген сөз, аш болып ұйықтады деген мағынада. Сондықтан being the child деген негізі B деген етістік қой, бірақ бұл жерде қалай деген сұраққа жауап беріп тұр. Қандай бала, қандай ол кедейдің баласы болғандықтан, бола тұра болып аш болып ұйықтады. Төртіншісі, I last saw him. Дұрыс варианты төртіншісі C болады. Walking down the road towards the shops. I last saw him. Оны қалай көрдің? Walking down the road. Төмен қарай жолмен кетіп бара жатқан кезінде көрдіңіз. Сондықтан бұл жердегі етістік I saw, I last saw. Мен оны көрдім. Енді қалай көрдіңіз? Ол төмен қарай кетіп бара жатқанын көрдіңіз. Walking down the road болды сондықтан. I last saw him walks емес. I last saw him walking down the road. Бесіншісі, we prefer the letter. Бесіншісінің дұрыс варианты C болады. Being answered by the chef. Біз хатты шеф, яғни аспазбен
жауап бергенін немесе шеф бастықтың жауап бергенін қалаймыз. Сондықтан мына жақта етістігі we prefer, біз қалаймыз. Нені қалаймыз? Хаттың жауап берілгенін қалаймыз. Кім арқылы? Бастық арқылы. Сондықтан жауап берілгенін деген being answered болады. Being answered. Сондықтан 5-шінің дұрыс варианты C болады. 6-шысы you can find out somebody's phone number. Сен біреудің номерін тауып алсам болады. Қалай тауып алсам болады? By looking in the directory. Жаңа справочникқа қарау арқылы, қарап тауып алсам болады. By looking болады. Сол кезде бұл жерде look деген етістік ретінде емес, қалай деген мағынаны үстеу ретінде кетеді. Қалай тауып алсам болады? Қарау арқылы тауып алсам болады. 7-шісі he had no language problems having studied English for a long time. Оның тілмен ешқандай проблемасы болмады. Не үшін? Қалай проблемасы жоқ? Ағылшын тілін оқу арқылы, ұзақ уақыт оқу арқылы. Сондықтан 7-шісі E болады. Having studied English for a long time. 8-шісі while мына жақта келетіні being studied емес, кітапты оқып жатқанда I came across a lot of interesting facts. В то время, как дейді, мен кітапты оқып жатқан кезімде көп қызықты нәрселер, факттарды кездестірдім. While studying the book болды сондықтан. Қай кезде? Қашан? While studying the book. 9-шісі the man, 9-шының дұрыс варианты C болады, The man having knocked at the door has brought our mail. Есікті соққаннан кейін ол бізге хатты алып келіп берді деген мағынада. Бұл жерде етістік негізі has brought, алып келді. Қашан алып келді? Есікті қаққаннан кейін алып келді. Сондықтан бұл жерде бұл басқа сөйлем мүшесін атқарып тұр. 10-шысы the children were watching, балалар қарап тұрды. Нені қарап тұрды? Ұшып жүрген батпырауықты қарап отырды. Сондықтан watching the flying kite. Flying kite қандай батпырауық? Ұшып жүрген батпырауық. Сондықтан 10-шысының дұрыс варианты D болады. 11-шісі prices are making food very expensive. Енді мына жерде participle ed жалғану арқылы жасалынады, increased prices деген сөз. Қандай бағалар? Көтеріңкі бағалар are making food very expensive. Тамақты өте қымбат қылып жатыр. 12-шісі I felt someone me on the shoulder, but when I turned around there was one there. Енді бұл жерде I felt someone, мен сезіндім, етістігі felt болып тұр. I felt someone, мен біреуді сезіндім. Енді бұл жерде кім екенін сипаттау үшін I felt someone 12-шінің дұрыс варианты бұл жерде D болады. Tapping me on the shoulder. I felt someone, біреуді арқамнан түртіп тұрған біреуді сезіндім. Түртіп тұрған. Қандай? Түртіп тұрған біреуді сезіндім болады. 13-шінде some roads were blocked by fallen trees болады. Қандай ағаштар? Құлап жатқан ағаштар. Сондықтан fallen trees болады. 13-те мына A деп ұмытып кеткен A варианты. 14-шісі while translating the short story, he looked up main new words. Аударып жатқан кезде деген қалай болатынын айттым бағана, while translating болады. Аударып жатқан кезде деген мағынада. Жалпы үшеуінің айырмашылығы сондай. Gerund, яғни ол ing жалғану арқылы, infinitive етістіктің алдына to қою арқылы, және participle ол ing арқылы және ed жалғану арқылы болады. Сөйлемде кейде зат есімнің, кейбірде сын есімнің, кейбірде үстеу сияқты әртүрлі қызметтерді атқарады.